Шортанбай Қанайұлы. Зар заман. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бисмилля, біз айталық сіз тыңда. Мұсылманның тарихын, төрт аяқты хайуан бұл дүниенің жарығы. Бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы, бір алладан басқаның көпті қылған айыбы. Кесепаттың кесірі, келеме деп керт басқа. Сол себептен қорқамын, әуелгі қорлар зор болды. Сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды. Ондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтер алмай билеген ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақта өреп болды. Заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын, қыс көбейді, жаз аз боп. Бай таусылды, мал аз боп. Ағайыны көре алмай, атаға бала араз боп. Әр нәрсенің болжалы келе жатыр жақындап. Ағашты тауға үй салып, алды кәпір ақымдап. Ел деркіне қоймады, буршындай тақымдап. Дуан басы болыстыр, кәпірдің сөзін мақұлдап. Бейшараның пұлы жоқ, қорыққаннан қақылдап. Жарысқа кірген жақсылар, аша алмассың көзің деп, сол себепті қорқамын. Елге егін жайылды, байға қоңсы жоламас. Алда барбап жүрем деп, өз тілегін тілемес. Арам сулы балаға атаның сөзі ұнамас. Заман ақыр боларда, алуан жан шықты, қайыры жоқ бай шықты. Сау бішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ. Ақша деген мал шықты. Жарлы кедей жоқ десек, қорлықпенен күн өтер. Таңда мақшар күн туса, таразына аударар. Жаһаннам деген дозақта, шайтан болар жолдасы. Құбыласын білмей құл, сонда тартар жазасын. Кешірмейді Құдайым бес намаздың қазасын. Құрт құмырсқа жиылып, сондалады мазасын. Жаһаннамның белгісі, жалғанға болар расың. Мұқып қылмай Құдайым, ол залымның тәубасын. Сақта Құдай солардан, сол себепті қорқамын. Байлар ұрлық қылады, көзіні малы көрінбей. Билер жейді параны, сақтап қойған сүріңдей. Заманың сенің құбылды, текеметтің түріндей. Ойлағаны жамандық, жарадан аққан іріңдей. Жеті жұрт кеткен қожадан, сен тұрмайсың білінбей. Қазақ ұлы жиылып, Құдайыңа сыйынып, қондыгерге хат жазып, кешіктірмей дат жазып, өлместіңді қамын қыл, басың сотқа ілінбей. Мына заман қай заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман. Тарлығының белгісі, жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген, мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі, бір-бірлерін күндеген, жай-жайна жүрмеген, мұның өзі тар заман. Тарлығының белгісі, мұсылманнан хал кетті, тәңірім болғай деместен. Анты жұқпас бойына, әрне түсер ойына, жалмауыз болды үлкенің, қазақ сенің сорыңа. Арқадан дәурен кеткен соң, қуғындап орыс жеткен соң, тіп дамал жоқ қазақтар енді сенің торыңа. Орыс бүркіт біз түлкі, аламын деп талпынды. Орыстан қорлық көрген соң, отырып билер алқынды. Мың жылқа айдаған, сарғазы шайнаған, қымызын судай сапырған, ішіп мас боп ақырған. Арқаның жазын қашырған, жылқының етін жеместі.
Жағаласқан мынау жау, кетірер сонда сиқыңды. Қолыңды қойса айдарға, жарар солда жылқыңды. Бұхарға жетер күн болса, тыныштар медің ұйқыңды. Қанар кәпір халықты, көп жасады неліктен, өтерілді керемет, кәламдаға алыптан. Тәубәсі қабыл бір жан жоқ, қазақ деген халықтан. Сөйлеген сөзі жалғанды, шайнаған асы арамды, кім мұсылман, кім кәпір, бір Аллаға аянды. Дос кісіге қас қылсаң, өз бойыңа жаманды, атасы ұлға нанбайды, көңіліне қуаныш қылмайды. Уәлден кетті керемет, патшадан кетті ғаделет, ақыр заман таянды. Бұл асылы асқан заманда, ұл туады атаменен егесіп, қыз туады анаменен теңесіп. Баласы кетіп тыюдан, масқаралар таймайды, жас сыйласып тұрудан. Адал зада баланы табалмассың ұрудан, ұлың кейді дүрия, ұстараның жүзіндей. Аударылған дүния, қызың кейді биқасап, тергеп кимей байқастап. Кешкі тұрым болғанда, құлан менен бұландай, үйде тұрмас ойқастап. Қыз жігітте әдеп жоқ, үш бүгінде халықтың, домбыра болар шерткені, зина болар қылғаны, деген екен бұрынғы, ол бір өткен сапасын, бұрынғының сөзінің бір қатасы болсашы. Дәулет бақтан әуелден, жесір қатын, жетім ұл, бір қараны сан қылып, айдаған бұ дүниеге тойсайшы. Қартайғанша мал дейді, өлгенше жан дейді, бұ дүниенің қызығын көңіл шіркін қоймайды. Патша жұртын қанады, байлар жүргем санады, жарлының жаны берік екен, мал үшін 12 ай қой бағып, жалғыз тоқты алады. Тоқты берсе ісек деп, құнан шығар тұсақ деп, саулық берсе егіз деп, қыстан шыққан семіз деп, жарлының тынышын құрттай санап мал алды, ел қамқоры сандалды. Кетейін десе алдың тар, тұрайын десе кәпір бар, қайсы бірін айтайын, қазақтың ұлы қамалды. Қамалма енді нәғып тұр, тәубәсінен қазақ жаңылды. Тұс-тұсынан жау шығып, дұшпанға жаман табынды. Көдесі қалың арқаңыз, әқ шөбін қимай бағынды. Бағынғанның белгісі, билік кетті басыңнан, қорлық көрдің жасыңнан, ұл қызыңнан үміт кетті, айырылдың құда досыңнан. Мұнан қатты не болсын, өмір менен осыдан. Жамандықтың белгісі, ұлың көңілі бір бөлек, қызың көңілі бір бөлек. Алсар тұстар болса да, әлсіз ай бар не керек. Ендігі жанның ақылы, отқа түскен көбелек, көбелектен несі артық. Өлген қазақ көрмедің, жалға жүрген жалшыдай, жан қадірін білмедің. Білмегеннің белгісі, балаңды бер деп орыс тұр, қайтемін деп болыс тұр. Қорқар ма орыс қой дегенге, қазақты қамай түсіп тұр. Басыңнан билік кеткен соң, малыңнан асып балаңды, бер деп ақыл тапқан соң, тоғайды жеңіп қолға алған, өз ақылы жеткен соң, бұқсаға ел қайтып шыдасын, шабынан шоққа түрткен соң. Шалғын жайлар күйретіп, мың кісі мінер үйретіп, қазақ кез мойын атқа мін алмас, кең шалбарды кие алмас, ақылы жоқ есер құл бір қайрылмас кеткен соң. Көгерер ме осымен? Кеткенде қайда барасың? Алдыңызда қоқан бар, орыстан жаман тымақ жау. Қазаққа тар таң бар ма, мұнан өзге аң бар ма? Қом туған сылты қазақта, қамарға бірме бір шағып тұр. Руданға қағаз салып тұр, асылы қасқан заманда. Сөйтсе де жұртта ар бар ма?
Қатын ұрыс болып тұр, аяғыңды қия бастырмай, малыңды билеп басшы тұр, дос жарыңа шаштырмай, сыртыңнан билеп келіп тұр, әк құласын қостырмай, жүгіңді билеп қызың тұр, басына ине шәніштірмай, күңнен туған көбөгөн, қонаққа қазан астырмай, құлың кетті құтырып, күң көтіне қыстырмай. Осы күнде адамның еш нәрсе жоқ ойында. Адам қылар ұрлығын, әдет қылар қорлығын, қасиет қалмас бойында, арамға баулыр баласын, құда тамыр келерде, ине жүрмес арадан, о дүние азабын, бұ дүниеде не деп айтайын, көңілінде иман бар адам, бір пара жанды малды қып, бір пара жанды малсыз қып, бір пара жанды ғалым қып, бір пара жанды залым қып, бір пара жанды дінді қып, бір пара жанды дінсіз қып, шеріне үшін жанды жаратты. Мұсылманды бір бөлек, кәпірлерді бір бөлек, ауылдарды бір бөлек, өз дініне қаратты. Алладан жарлық келгенде, сан тарау сауал шығарып, шар тарапқа тарапты, 6660 атты аятты, кітаппенен Құранды, мәқлұқатты жаратты. Сопаллаяр кітаптан сұрап тұрсаң осымды, о тәңірмай қымбатты, бас бермеймін дегеннің жалғызын жардан құлатты, мал бермеймін дегеннің нүшекпен кигізіп, иініне қоржын ілгізіп, әк таяғын ат қылып, айуаннан жат қылып, елден тамақ сұратты. Байлар сәнге мінеді, жазығысы құратты, жарлы да өліп қалған жоқ, оның да көңілін жұбатты. Жалғанның беріп жарығын, бишара жанды қуантты, мінер атқа кем қылып, бір пара жанды жылатты. Ашты тоқты болсаң да, иманың сақта ұятты. Ардан көшкен ұятсыз, дінсізге қылар мұятты. Қолында тұрып ұрлығы, мойында тұрып зорлығы, ойында тұрып жалғаны, көңілінде тұрып арманы, баласын беріп моллаға, көңілін беріп Аллаға, дүнияға көңіл жұбатты. Зар заманның аяғы, заманың кетті баяғы, ықылас ниет қалмады, үлкенге билік салмады, жарлының жалғыз сүйеніш, мал болыпты таяғы. Ұлықсыған ұл туып, бұлықсыған қыз туып, заман жауға кеткен соң, кім үлкенін сыйлайды? Жан есінен адасты, жамандық мұнша ұласты, жарысқа кірген жақсылар, жақыным деп жан тартпай, кәпірменен қынасты. Аузына кәпір қаратты, бұ дүниенің тұтпасы, ойлап тұрсам мал екен, оған енді жігіттер кәпір қазақ таласты. Заманың енді өткен соң, адам қайтып қуансын. Жандарал болды ұлығың, майыр болды сыйынғаның. Айырылмай тұғын дертті олды кедейге қылған қорлығың. Кәпірді көрдің піріңдей, тілмәшті көрдің жеңгеңдей, дуанды көрдің үйіңдей, абақты тұр қасыңда, қазылған қара көріңдей.